Саламатсыздар, 6 сыныптың оқушылары. Бүгін 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқадағы есептерін жаңа талдап өтеміз. Сызықтық теңдеулер бойынша. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп қойуыңызды ұмытпаңыздар. Бірінші есебінде бұның қандай мәнінде 3х плюс 78 тең 9 және 2х плюс 5b тең минус 11 теңдеулер мәндес болады дейді. Бұл теңдеулер мәндес болу үшін, қандай да бір сызықтық теңдеулер бір айналысы бар сызықтық теңдеулер мәндес болу үшін x-тің мәндері бірдей болса, бұл теңдеулер мәндес болады деген сөз. Демек біз бірінші теңдеуді шешіп көрейік. 3х плюс 78 тең 9 дейік. Енді 3х 78 теңдіктің оң жағына шығарайық. 9 қалсын, минус 78 болады. 3х тең болады, бізде қанша болады? Минус 69 болады. Х табатын болсақ, минус 69-ды бөлеміз 3-ке. Онда бізде х тең минус 23 болады. Енді мына бізде х табылды. Х тең минус 23. Сонда енді табылған минус 23-ті мына жердегі х-тің орнына қоямыз. Сонда 2 көбейтілген минус 23 плюс 5b тең минус 11 дейік. Енді 23-ті көбейтеміз. Минус 46 плюс 5b тең минус 11. Енді 46 теңдіктің оң жағына секіретін болатын болса, ол плюстан оңмен өтеді. Демек 5b тең 46 минус 11 болады. 5b тең болады 35-ке. Бұны табу үшін 35-ті бөлеміз 5-ке. b тең болады 7-ге. Осы жауабы бізде 7. Оқушылар екінші есебі теңдеуді шешіңіз дейді. Бірінші теңдеуді шешпес бұрын бірінші жақшаларды ашып аламыз. Мына жақшаның алдында 3 тұр, жақшаның алдында 2 тұр. Мына 3 дегеніміз, мына 3 жақшаның ішіндегі екі мүшеге де қатар-қатар көбейтіледі. Ойын стрелкамен көрсетіп қояйын. Жеке-жеке көбейтіледі. Енді қараңыздар. 8х болады, минус мына 3-ті бірінші мүшеге көбейтеміз. 3-ге 6х болады. Мына жақшасының алдында минус бар, 3 пен 3-ті көбейтілеміз. 2 теріс таңбалы сандар көбейтілген кезде плюс болады. Плюс 3 9 болады. Тең 7х минус 2-ні 5-ке көбейтеміз. 10х болады. Мына жерде плюс минус 2 плюс 10-сан бір теріс сан көбейтілген кезде көбейтіліп минус болады. 8 2 минус 16. Енді мына 7-ні жақшаның сол жағына, мына сандарды жақшаның оң жағына қарай аударып алайық. Бірінші мына ұқсас мүшелерін біріктіріп алайық. Онда 8х минус 6х дейді. 2х плюс 9 тең болады. Мына жерде 10х-тан 7х алсақ минус 3х минус 16 болады екен. Енді мына х-терді жақшаның сол жағына, сандар жақшаның теңдіктің оң жағына лақтырайық. 2х, 3х бізде теңдіктің сол жағына плюс болып өтеді. 3х тең болады. Мына бізде 9 минус болып өтеді. Минус 16 минус 9 болады. Демек 2х-ге 3х тосы 5х болады. Тең минус мына жерде 25 болады. Егер х табатын болсақ, минус 25 бөлінген 5. Х тең минус 5-ге. Жауабы минус 5 болды. Есепте теңдеуді шешіңіз дейді. Бізде екі нұсқа берілген екен, А және Б. Мына жерде берілген бізде модуль. Қараңыздар. А деңгейін шығарайық бірінші. А модуль атында 15х минус 10 тең 5 дейді. Енді біз модульді ашып жібереміз. 15х минус 10 тең 5. И одан кейін мына жерге 15х минус 10 тең минус 5 деп аламыз. Модуль ашылған кезде екі түрлі ашылады. Тұрғысында екі жағдайда. Енді мына бірінші жағдайдан шығарамыз. 15х тең 10 теңдіктің оң жағына плюс болып етеді. 10 плюс 5. 15х тең 15-ге. Х бізде 15 бөлінген 15. Х тең 1 болды. Енді мына теріс таңба болған жағдайда 15х мына теңдіктің мына жеріне қарай плюс болып өтеді. Демек тең 10 минус 5 болады. 15х тең 5 болады. Х тең болады 5 бөлінген 15. Ол тең болады. 5-ге қысқартып жіберсек 3-тен 1 болады. Жауабы. Демек жауабы 1 мен 3-тен 1 болды. Үшінші есептің бұл нұсқасында міне берілген 12 модулясында 3х минус 5 тең минус 20. Енді біз модульді ашайық. Қара 3х минус 5 тең болады минус 20 бөлінген 12 дейді. Енді бізде ғана модульдің қасиеті бойынша теріс таңба бізде теңдіктің шешімі бола алмайды. Демек бұл жерде жауабы шешімі жоқ. Құру арқылы шығарыңыз деп мәселе есеп берілген екен. Мәселе есепті оқып жіберейік. Екі пункттен бір-біріне қарамағысы бір уақытта екі автобус жолға шықты дейді. Бірінші автобустың жылдамдығы 45 км/сағат дейді. Демек жылдамдық бізде В-мен белгіленеді. В бірінші автобус десек 45 км/сағат. Екінші автобусқа 72 дейді. В2 дейік 72 км/сағат. Екеуі кетескен км/сағат. Екеуі кетескенде бірінші автобус екінші автобусқа қарағанда 35 км аз жүрген дейді. Демек
Бірінші автобустың ұзындығын бізде S1 деп алайық, екінші автобустың S2 деп алайық. Екеуі кездескен кезде бірінші автобус екінші автобусқа қарағанда 135 км/сағат аз жүрген дейді. Демек, S плюс 135 S2 дейік. Өйткені мына S1 автобус 135 км аз жүрді. 135 км мына S1-ге қоссақ S2-нікі шығады. Сонда бізде табу керек екінші автобус қанша жол жүрді дейді. Бізге S2-ні табу керек, қанша жол жүрді. Біз енді былай керек. Біздегі формула бойынша, жолдың формуласы бойынша жылдамдықпен уақытты көбейткен кезде бізде жол шығады. Демек, біздегі жылдамдықтар орындары белгілі бар. Бірінші, екінші автобустың жылдамдықтары бар. Енді біз мынандай теңдеп көреміз. S1. S1-дің орнына S1 ол тең болады V1 көбейтілген T1 болсын. S2 тең болады V2 көбейтілген T2 болсын. Бұл жердегі кездескен уақыттары екеуі бір-бірімен кездесті. Демек, бұл жерде уақыттары бірдей, екеуінде жол жүру уақыты бірдей. T1 мен T2 тең деп аламыз. Демек, біздегі мына жердегі T-ны тең X деп алайық. X1 мен X2 тең. Енді былай қояйық. Енді теңдеулер орнына қоямыз. Мына формулаға қоямыз. S1-дің орнына V1 T1-ді қоямыз. V1 бізде 45 көбейтілген T1 X плюс 135 ол тең болады S2-ге. S2 бізде V2 T2. V2 деген бізде 72 көбейтілген X. Енді қараңыздар. 45X мына теңдікті мына жағына шығарайық. Мына 72X-ті былай қарай теңдіктің сол жағына түсірейік. Минус 72X тең болады 135 минус бөліп минус 135. 72-ден 45 ала салайық. 12-ден 5 алсаң 7, 6-дан 4 алсаң 2 алады. Минус 27X тең минус 135. X тең болады минус 135 бөлінген минус 27. Екі теріс таңбаласаңдар бөлінген кезде бөлініп плюс болады. 135, 27. Так, бөліп жіберейік. Біздегі уақыт таптық. 5 деген бізде уақыт 5-ке тең болды. Енді бізде жолдың формуласы жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісі. Демек, дұрыс па? Значит, бізде S2 тең болады. Уақыт V1 көбейтілген T плюс 135. Енді орнына қоямыз. V1 бізде 45 көбейтілген T дегеніміз бізде 5 плюс 135. Сонда бізде қанша шығады? 5 5 20 4 5 20 225 плюс 135. Ол тең болады 360 болады. Демек, S2-нің жүрген жолы, екінші машинаның жүрген жолы 360 км.